Сәлем, қымбатты менің көрермендерім. Ертеңінің жалғасын күттіңіздер ме? Ендеше қабыл алыңыздар. Сиқырлы сөйлем. Үйге келсем, әдеттегідей бәрі кітап оқып жатыр. Әпкем қыз жібек жырының ішіне кіріп кеткендей, мұрны пысылдап, кірпігі жасаурап, қос ғашықтың аянышты тағдырын ойлап, жыламсырап отыр. Ағам Шахмаран қиссасын оқып, қиял патшалығында қалықтап жүргендей. Анам жеміс-жидектің пайдасы жайлы кітап ақтарып отыр. Мен кірген бетте дастарханға ұмтылдым. Ыстық бауырсақтың иісі мұрнымды жарып барады. Алдымен қолыңды жу, үй тапсырмасын орында. Бауырсақты сосын жейсің, деді анам. Қолымды үстіме сүртіп жібердім де, апа, үйге азғантай ғана тапсырма берді. Тез ақ бітіремін деп, бауырсақты екі ұртыма тыға бердім. Асықпай же, түйіліп қаласың, деді анам. Оған қарайтын мен бе? Қолыма тағы 2-3 бауырсақты қыстым да, бөлмеме жүгірдім. Бар ойым әлгі кітапты оқу. Кітаптың бетін ашып, ежелеп оқуға кірістім. Парақта бүй деп жазыпты. Әрбір кітап қиял ғажайып оқиғаға апаратын қақпа тәрізді. Келесі бетті ашсаң, армандар әлеміне енесің. Сенің арманың қандай? Менің арманымдағы әлем кітапсыз әлем, деп күбірледім де, парақтың 2-ші бетін аштым. Бірақ онда ештеңе жазылмаған екен, тап-таза. Қызық екен, мұнысы несі? Кенет тыстан күннің күркілі естілді де, жарқ етіп найзағай көрінді. Тереземнің саңылауы ашық еді. Бір жел ұйытқып келіп, пердемен алса кетті. Мен жылдам барып саңылауды жаптым. Аспанды қап-қара қорқынышты бұлт торлап, желге желіп беріп жатыр екен. Ол қыдырынып, біресе ағашты шайқайды, біресе үйдің шатырымен ойнайды. Одан қалса, бұлттарды әрі-бері қуалай сабалап, соғыстырып жүр. Терезелерді жабыңдар, дауыл тұрып кетті, деді анам. Ағам мен әпкем бөлмелерді аралап, жел кірместей етіп терезелерді бекітті. Шатырға соқтыққан жаңбыр тамшылары қатты естіле бастады. Кенет есік ашылып, үйге әкем кіріп келді. Үсті басы малмандай су болыпты. Құдды біреу үстіне шелек деп су құйғандай. Өмірімде мұндай дауыл мен жауын көрмедім. Ертеңге дейін тоқтайтын шығар. Әйтпесе мектептен қалуға тура келеді, деді әкем. Әттең, ертеңге дауыл тоқтамаса ғой, сабақтан қалатын едім деп тіледім. Сөйтіп жатып, ұйықтап кетіппін. Жоғалған кітаптар. Азанда ағамның айқайлап сөйлеген даусынан ояндым. Апа, менің кеше оқып жатқан кітабым жоқ. Бас жағыма қойған едім, біреу әкетіпті, деді ол. Апа, менің де кітабым жоқ. Кім алған? Іздемеген жерім қалмады. Үйдің бәрін ақтарып шықтым, деді әпкем қосылып. Қызық. Менің де кітабым суға сіңгендей жоғалып кетіпті, деді әкем басын қасып. Жүгіріп қонақ бөлмеге жеттім. О, Құдайдың құдіреті! Үлкен кітап сөресі бос тұр. Ұрылар келіп, бір түнде бүкіл кітапты сыпырып кеткендей. Кім әкетуі мүмкін? Ұрылар тек кітап ұрлайтын болған ба? Деді әпкем таңғалып. Есік пен терезенің құлпы бұзылмаған. Сонда ұрылар қайдан кірген? Олар неге бүкіл кітабымызды әкеткен? Кітап ұрлайтын ұрылар шыққан ба? Деді ағам қайран қалып. Менің де ас әзірлеуді үйрететін кітаптарым жоғалыпты. Кеше ғана асханадағы үстелдің үстіне қойған едім, деді анам. Кенет көршіміз Қанаттың да ойбайлаған даусы шықты. Оның да үйіндегі кітаптар ұрланыпты. Көшеге шықсақ, кітабын дау етіп жоқтап жүрген бір адам. Бәрінің айтатыны бір әңгіме. Әрі бір-біріне ұқсас. Көшенің қарсы бетінде кітап дүкенінің жанында полицейлер жүр. Дүкеннің ішінде жылан жалағандай тып-типыл еткен.
дүкенші полицейлерге жылап, бір түнде бүкіл кітабынан айырылып қалғанын айтып жатыр. Кеше түндегі уақиғалар есіме түсті. Кітапсыз әлем болса ғой деп армандап едім. Бәлкім сол арманым орындалған шығар. Әлгі 2 бетті кітаптың сиқыры болғаны ғой. Бәсе, жел тұрып дауыл соғып еді. Сол дауыл бүкіл кітапты әкеткен боп тұр. Қандай керемет! Енді ешкім маған кітап оқы деп айтпайды деп іштей қуандым. Бөлмеме келсем, кітабым орнында тұр екен. Оған ешкім тиіспепті. Бірақ мектеп оқулықтары зым-зия жоқ. Бүкіл әлемде осы кітап қана аман сақталғандай. Сөмкеме соны салып алдым да мектепке тарттым. Мұнда да у-шу болып жатыр екен. Директордан бастап оқушыларға дейін оқулықтардың қайда кеткенін таппай басы қатып отыр. Қалай балалар, ертегі сіздерге ұнап жатыр ма? Ертегінің жалғасын көргілеріңіз келсе, келесі видеоны өткізіп алмайық.